Жақында бір заң шығайын деп соны қарастырып жатыр екен. 10 жастан бастап балаға жыныс тәрбиесін үйрету керек. 12-ден бастап бала өзі біледі, еркек бола ма, әйел бола ма, және оған ата-анасы қарсы болуға болмайды деген заң шығайын деп отыр екен. Өз бастарыңыз істей ма, ес алаңдар? Бір адам мына көпірден секіріп өлейін деп, өмірден түңіліп секіре бергенде артынан баласы жүгіріп келіп, қолында бір мөшегі бар дейді. Әке, не істейін деп жатсыз сен? Мен судан секіріп өлем, суға өлейін деп жатырмын, мына көпірден секірем десе, мына мөшекті ала кетіңізші, ішінде мысықтың балапандары бар еді, мен лақтырсам, мені қарғайды ғой деп әкесінің қолына мөшек ұстатып жүреді. Осындай бала керек пе сіздерге? Заң шығарғыш болсаңыздар, ана Эмираттағыдай, Арабиядағыдай әр туған балаға туған кезден бастап $20,000 беріп, оқуына $100,000 бөліп беретін заң шығармайсыңдар ма? Өлгенде сендерді кім жерлейді солай? Жақында бір заң шығайын деп соны қарастырып жатыр екен. 10 жастан бастап балаға жыныс тәрбиесін үйрету керек. 12-ден бастап бала өзі біледі, еркек бола ма, әйел бола ма, және оған ата-анасы қарсы болуға болмайды деген заң шығайын деп отыр екен. Өз бастарыңыз істей ма, ес алаңдар? Бір адам мына көпірден секіріп өлейін деп, өмірден түңіліп секіре бергенде артынан баласы жүгіріп келіп, қолында бір мөшегі бар дейді. Әке, не істейін деп жатсыз сен? Мен судан секіріп өлем, суға өлейін деп жатырмын, мына көпірден секірем десе, мына мөшекті ала кетіңізші, ішінде мысықтың балапандары бар еді, мен лақтырсам, мені қарғайды ғой деп әкесінің қолына мөшек ұстатып жүреді. Осындай бала керек пе сіздерге? Заң шығарғыш болсаңыздар, ана Эмираттағыдай, Арабиядағыдай әр туған балаға туған кезден бастап $20,000 беріп, оқуына $100,000 бөліп беретін заң шығармайсыңдар ма? Өлгенде сендерді кім жерлейді солай? Ана қыз-текелер жерлемесе сендерді ойланбайсыңдар ма?